Армысыздар Ғақлия бағдарламасының көрермендері. Бүгін 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандар күні. Алжир кешенінде тұрмыз. Менің жанымда тұрған Сабыр аға Қасымов, Қазақстан Республикасының қаһарман қоғамдық қорының президенті. Аға, осы қуғын-сүргін құрбандарын қалай еске алып жатырмыз бүгін? Бүгін мынау Алжир мемориальный комплексінің ішінде тұрмыз халық жиналып, құрбан болғандарына кісілерге тағзым етіп, гүл қойып, Құран бағышталады. Мен айтар едім, осы елбасының жарлығымен 31 мамыр қуғын-сүргін көрген құрбандарға арналған бұл бір ерекше, дұрыс, біз мына тәуелсіздіктің арқасында қабылданған шешім. Өйткені біздің Қазақстанда, соның ішінде қазақ халқы ең бұрынғы одақтың ішінде осы қуғын-сүргінге ұшыраған бірегей дер едім. Қазақ халқының әр отбасы осындай қуғын-сүргінге ұшыраған. Сондықтан бүгін елбасының атынан, акиматтың атынан мынау мемориалдық комплексті сол құрбан болғандарға гүл қойып, құрбан шалғандарына мен ризашылығымды білдірем. Ол бірінші. Екінші айтарым, біз сол керек документтерді бұрынғы совет уақытында құрбан болған, соны қабылдадық, көп дүние жасалды. Дегенмен менің айтарым, осы соның ішінде ең көп зардап шеккен осы біздің тәуелсіздік, бостандық үшін, біздің жеріміз үшін құрбан болған, қудаланған, сотталған, елімізден қудаланған өзіміздің азаматтар. Қазір бізде өз пікірін білдіретін Светқали Нұржан аға. Нұржан аға, жалпы өзіңіз желтоқсаншысыз, жалпы осы желтоқсанды ұйымдастырған 4 адам туралы айтып беріңізші. Мен енді біз қазір міне бүгін Алжирде тұрмыз. 2018 жылдың 31 мамыры саяси қуғын-сүргіндерді құрбандарын еске алу күні. Жаңа азаматтармен әңгімелесіп тұрғанда баяғы Асқар Сүлейменовтің бір сөзі есіме түсті. Ас фильмін түсіргеннен кейін ол кісі гонорар алуға барады. Гонорар алуға болғанда жаңа ақша беруші кассир ме, бухгалтер ме әңгіме айтады. Сіз советтік өмір туралы неге кино түсірмедіңіз, сонда көп ақша алатын едіңіз, мынау гонорарыңыз аздау болды дегенде Асқар Сүлейменов айтты дейді, сенің осы советтік өмірің құлагердің бір күрсінгеніне тұрмайды деп. Сол айтқандай, жаңа Сталиннің еңбегі туралы пікірталас болып жатыр. Мен айтам, осы Алжирдегі кешегі көз жастарын кешіп, қан кешіп өткен құрбандардың жарлары жазықта жазаланған, солардың біреуінің бір тамшы көз жасына тұрмайды, солардың еңбегі. Бір тамшы көз жасына тұрмайды. Себебі мына қасіретпен жердің қалай қағайырып кетпегеніне таңғаласың. Піл сауырлы қара жердің. Міне сол қан кешудің жалғасы желтоқсан. Желтоқсанда ұйымдастырған 4 жігіттің менің жақсы білетінім Құрманғазы Айтмырза Зейноллаұлы. Енді бұл мәселе туралы айтылған көп әңгіме айтуға болады, бірақ мен бір ғана нәрсесі, ол анау қазақша айтқанда ит жеккенге айдалды ғой. Сол ит жеккенге айдалғанда жары алманың соңынан іздеп барғаны мені жүрегімді қозғайды. Соңынан іздеп барып, сол жерде тұрып, сосын бір перзенті сол жерде дүниеге келді. Сосын кім өміріне қауіп төнетінін сезгеннен кейін Құрманғазы оны елге қайтарып жіберген. Мысалы, енді баяғы орыс декабристерінің әйелдері соңдарынан іздеп барды. Енді ол кезде шын мүмкін заман қатынас қиындау болған шығар, олардың сапары ауырлау болған шығар, бірақ бұл алманың сапарында жеңіл сапар деп айтуға болмайды. Ал ол декабристің әйелдері туралы қаншама еңбектер, қаншама шығармалар жазылды да. Ал енді мысалы орыстың ұлы ақыны Некрасовтың өзі поэмалар жазды. Мына Волконскайлар туралы
поэмалар жазды. Сол біздің де осы қаһармандарымыз міне мынау Алжирде әйелдер лагерінде орнында тұрғанда маған сол Алманың ерлігі есіме түсіп тұр да. Сол әйелдердің асқақ, қазақ әйелдерінің асқақтығы ерлерді жаңа күреске бастайтын. Сол желтоқсандағы қыздардың ерлігі көз алдынан кетпейді, адамның көз алдынан көкірегінен ешқашан өшпейді. Мысалы мен де сол қан төлеген адаммын, менің жұбайым 6 айлық баласын тастады сол неде. Біздер енді ресми желтоқсаншы болып тіркелген жоқпыз, бірақ енді сол күрестің ортасында біздің де үлесіміз бар, енді үлес алайын деп жүрген жоқпыз ғой біз. Бірақ біз өзіміздің кәдімгі көкірегіміз, жүрегіміз не айтты, соныменен жүрдік, соныменен тұрдық, соныменен азап шектік, сонымен қуғын көрдік, сонымен қорлық көрдік. Бірақ ол өзіміздің олжамыз, өзіміздің өмірбаянымыздың қаралы да, қанды да, мәнді беттері болып қалады. Ол және ұлттың тарихына солай болып ұрпақ сабақтастығына әсерін тигізетін киелі қан мен киелі көз жас еді ол. Сондықтан мына бұл жерде менің айтайын деп тұрғаным сол Құрманғазының жұбайы Алма замандасымыздың ерлігін айтқым келіп тұр да. Қазақ әйелдерінің ерлігі. Бұл бабалардан жалғасып келе жатқан мына ұруға ұран болып қалған, бүкіл ұрудың атын алып қалған қасиетті аналарымыз бар ғой. Тұнау Қарқабат ана, Ақкелін анадан бастап, тұнау Қытай еліндегі анау наймандар мен керейлердің арасында қаншама аналарымыздың есімдері ұру болып қалған. Бүкіл мысалы қазақ даласында сондай сол аналардың бір өшпеген, сөнбеген отының бір шырағы сияқты болып елестейді маған. Сабыр аға, мынау 1986 жылы 16 желтоқсан көтерілісі болды ғой, 16-17 желтоқсан. Соған байланысты Болатбек Төлепберген деген журналист ағамыз бар, сол сценарий жазыпты жаңағы документальды фильмге. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, осы бізге қазаққа документальды фильм керек па? Әрине керек. Желтоқсанды біз шамамыз келгенше біраз деңгейге жеткіздік. 30 жылдығына арнап халықаралық ғылыми практикалық конференция өткіздік. 10 елден белгілі ғалымдар келіп, Европадан, Азиядан, жан-жақтан келіп, Турциядан, солар мына халықаралық стандартпен желтоқсанның көтерілісіне баға берді. Өзіміздің ғалымдар қатысты. Сондықтан мына ғылыми түрде, тарихи түрде, саяси түрде қоғам мына ғылыми адамдарынан баға берілді. Өкінішке орай мынау біздің үкімет әлі бәрін ақтап, жалпы мен ылғи айтам, массовый героизм. Сол кезде біздің мемлекетіміздің, біздің халқымыздың арын, атын, мынау бостандыққа арналған рухын сақтап қалған сол желтоқсандықтар. Сол көтеріліс меніңше біздің тәуелсіздікке қарсы күрестерді аузын жаптырып, соларды орнына қойып, мына қазақ халқы керек кезінде көтеріліске шыға алады, керек кезінде өзінің мүддесін қорғай алады деп көрсетіп, біздің тәуелсіздігімізді әкелуге, біздің тәуелсіздігімізді осы мирный түрде дейді ғой, алуға көп зор еңбек нетті. Сосын желтоқсанның халықаралық мағынасы. Совет үкіметінде соңғы 50 жылдың ішінде желтоқсан бірінші рет баяғы әлгі ЦК КПСС дейді, политбюро дейді, соның шешіміне қарсы шықты. Ол деген о кезде барып тұрған жаппай патриотизм. Оның бәрі ұлтшандықтан шығады, оның бәрі тазалықтан шығады, оның бәрі рухтан шығатын дүние. Ол жай болмайды. Сондықтан менің ойымша, біздің ұсынысымыз бойынша, мына біздің мемлекет, біздің үкімет, парламент осы мемлекеттік бір акт қабылдап, сондай бір баға береді деп әлде де үміттеміз. Соған Құдай қаласа болашақта жетеміз деп сенеміз. Жалпы біз өзіміз жоспарлап жатырмыз. Қазақтың ер жігіттері
ақша жинап ортадан осындай жаңағы бір документалды фильм түсіремін. Егер сіздер өздеріңіздің қаражаттарыңыз болып, егер сіздер көмектескілеріңіз келсе, астындағы описаниедағы счетқа салып жіберсеңіздер болады. Мен өзімнің пенсиямды жұмыс істеймін, бір зарплатымды оған сөзсіз ертең десеңдер ертең, бүгін десеңдер бүгін аударуға дайынмын. Ал менің маңайымда жүрген жігіттерге бәріне айтам, оларға түсіндірем. Меніңше ел болып, халық болып көтерсек, оның бәрі шешілетін дүние. Жақсы аға, рахмет сізге. Жалпы сіз Алма анамыз туралы айтып жатсыз, Құрманғазы ағамыз туралы айтып жатсыз. Жалпы бұл сіз білесіз, мен білемін, осы жердегі айналадағы адамдар білуі мүмкін, бірақ әлі күллі жұртқа әлі беймәлім адамдар бұлар. Бұны насихаттаудың жолында біз бір Болатбек Төлепберген деген ағамыз бар, журналист кісі, сол кісі документалды фильмнің сценарийін жазған екен. Сол біз халық болып, ел болып, осыны түсіруге бір атсалысайық деп. Мен де өзімнің қаражатымнан сол жерге салайын деп ойладым. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Түсіру қажет па? Әлде өтіп кеткен нәрсе өтіп кетті деп қалдыра салған? Ешқашан оны ұмытуға болмайды. Себебі бұл жұмысты ілгері жүргізіп жүруге ынталы, соған ұмтылып жүрген азаматтар баршылық. Сабыр Қасымов ағамыздан бастап қанша азаматтарды атауға болады. Бірақ осы жерде бір қазір бір дау, қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын деген заманға тап болғандай бір дабыра көбейіп кетті неше жылдар бойына. Сосын сол дабыра даудамай көбейіп кеткеннен кейін, мысалы мен өзім сол жерден қашып жүремін да. Бірақ бұл киелі қанды ұмытсақ, сол төгілген қанды, онда біздің тәуелсіздігімізде ешқандай құн, бәс жоқ, мән жоқ. Сондықтан бұл шара, бұл бастамасы ғана деп есептеу керек. Бұл алда атқарылатын жұмыстардың бастамасы. Осыған ниет еткен, осыған талап қылған азаматтардың бәріне Алланың нұры жауады иншалла. Жақсы аға, рахмет сізге. Жақсы.